Конституция күніне арналған мерекелік шара Явленка селосындағы мәдениет үйінде жалғасын тапты. Есіл ауданының әкімі Мұратбек Әбішев ауыл тұрғындары мерекемен құттықтай отыра Конституция еліміздің басты заңы екендігін атап өтті. Баршаңызды осы ұлы мереке Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жылдан жылға біздің басты құндылықтарымыз, тәуелсіздігіміз, келісім мен бірлігіміз нығая берсін. Ар шаңыраққа құт береке, ырыс пен ынтымақ тілеймін. Ел іргесі аман, кешілігіміз кемел болсын. Ата заңды ардақ тұтқан өнегелі еліміз еркіндей берсін. Салтанатты жиын үстінде аудан басшысы Мұратбек Әбішев Есіл ауданының қоғамдық экономикасы мен мәдениетін дамуына үлес қосқан бірқатар қызметкерлерге алғыс грамоталарын табыс етті. Атаулы күні марапатқа ие болған қызметкерлердің бірі Зинаида Кудрявцева. Ол 40 жыл бойы мектепте мұғалім болып жұмыс атқарған. Қазіргі таңда Зинаида Кудрявцева Бесқұдық ауылдық округындағы ардагерлер кеңесін басқарып келеді. Ардагерлер кеңесі төрайымының сөзінше, осындай күні алғыс хат алу қария үшін үлкен мәртебе. Адам өз ісіне жан тәнімен берілсе, даңқ пен атақ өз-өзіне келеді деп атап өтті марапатталушы. Я работаю уже 9 лет. Работа это мне нравится, потому что это работа с людьми. Особое внимание Совет ветеранов обращает на работу с молодежью. Мен бұл салада қызмет атқарып жүргеніме 9 жылдың көлемі болды. Біздің жұмысымыз болашақ жастарға негізделеді. Себебі болашақ келешек ұрпақтың қолында. Есіл ауданының концерттік ұжымы мерекені одан әрі концерттік нөмірлерімен жандандыра түсті. Салтанатты іс-шара мерекелік концертке ұласты.